Адам ағзасы тәулік бойы бір қалыпты жұмыс істемейді. Біздің ұйқымыз, сергектігіміз, оқу мен еңбекке қабілеттілігіміз белгілі бір уақыттық заңдылықтарға бағынады. Бұл заңдылықтар биологиялық ырғақтар деп аталады. Мен түннің алмасуы циркадиялық ырғақ. Оны гипоталамустағы супрахиазматикалық ядро басқарады. Ұйқының 90-110 минуттық фазалары ультрадиандық ырғақ. Ал ай сайынғы немесе маусымдық өзгерістер Биологиялық ырғақтар ағзадағы физиологиялық және психологиялық үдерістердің белгілі бір уақыт аралығында қайталанып отыруы. Мысалы, ұйқы мен ояну, дене температурасының өзгеруі, гормондардың бөлінуі, жұмысқа. Ұйқы ағзаның табиғи қалпына келу күйі. Түнде миымыз ақпаратты сұрыптап, есте сақтауды күшейтеді. Иммундық жасушалар белсенділеніп, жүйке жүйесі тынығады. Ал гипофиз өсу гормонын бөліп денені Ұйқы екі негізгі фазадан тұрады. Баяу ұйқыда дене терең демалып, жасушалар қалпына келеді, күш жиналады. Жылдам ұйқыда біз түс көреміз, эмоциялар реттеліп, жад бекітіледі. Ұйқы гигиенасы. Ұйқыға жататын тұрақты уақыт, экраны шектеу, денені тыныштандыру, кешкілік кофеинсіз су ішу және бөлменің қолайлы температурасы. Осындай ұсақ әдеттер сапалы демалыстың кепілі. Жақсартқыңыз келе ме? Бәрі қарапайым ережелерден басталады. Бір уақытта ұйықтап, бір уақытта ояныңыз. Бөлмені қараңғы, тыныш әрі салқын ұстаңыз, телефонды шетке қойыңыз. Кешке ауыр тамақ пен кофеден. Ұйқы жеткіліксіз болса, назар төмендейді, жады әлсірейді, шаршау тез келеді, қателік көбейеді. Ал жақсы ұйқы басқа әлем. Оқу тиімділігі артып, шығармашылық күшейеді, еңбек өнімділігі шарықтайды. Түнгі жұмыс ұйқының режимін бұзу, гаджеттер мен үздіксіз стресс, биологиялық ырғақты шатастырады. Нәтижесінде ұйқысыздық, созылмалы шаршау, денсаулықтың әлсіреуі, үлгере алмай жатқан сағаттай сезім. Биологиялық ырғақ пен сапалы ұйқы денсаулығымыз бен еңбекке қабілетіміздің басты тірегі. Ұйқы гигиенасын сақтасақ, ағзамыз жаңарып, күн сайын жаңа қуат аламыз.